әрі қарай не істейміз? Әрі қарай бұл 54 ілмекті тоқи береміз. Жібіміз артында қалып еді ғой, енді осыны осылай тек қана қосып тоқи береміз. Мен мысалы шамамен осылай бөліп аламыз жартысын. Шамамен емес, негізі 54-ті 2-ге бөліп алған дұрысырақ. Бірақ біз кейін алдағы уақытта жаңағыдай убавка дейді ғой, қысқартуларды осы іш жағынан жасаймыз ғой. Сондықтан негізі мына жақта қанша қалғанын қатты маңызды емес, но примерно теңге бөліп алғаныңыз өзіңізге ыңғайлы, қолыңыз шаршамайды жұмыс істегенде. Енді бұл екі байлау қалады өздерімен өздері. Енді дальше осылай жұмыс істей береміз. Міне тартып аламыз осылай жақындатып. Сосын тоқи береміз. Міне кәдімгідей алып тоқи бересіз. Бұл бізде бірінші қатар болады. Бірінші қатар. Міне басынан аяғына дейін тоқып шығамыз. Мен әдеттегідей Magic Loop әдісімен, яғни осылай ортасынан жіпті шығарып, осылай тоқып жатырмын, осы тоқи береміз. Бұл бізде бірінші қатар. Енді ары қарай түсіндірейін, біз қалай тоқитынымызды. Так, бұл бізде жаңағы ластовица болды. Енді санды қалай тоқимыз? Санды тоқу үшін, сандарды тоқу үшін қараңыз. 1, 2, жаңа біз бірді тоқып жатырмыз, 3, 4, 5, 6, 7, жетеуін өзгеріссіз, қысқартусыз, ешқандай қысқартуларсыз тоқып шығамыз да. Кешірім сұраймын. 8-шісінде қысқарту жасаймыз. 8-шісінде. 9-шысын, 10-шысын, 11, 12, 13, 14, 15 тоқимыз да 16-сында қысқарту жасаймыз. Яғни әрбір 8 қатар сайын 17, 18, 19, 20, 21. Мен осылай әдейі жазып жатырмын, өйткені тоққан сайын сызып отыру үшін да. Немесе счетчик рядов болса, счетчик рядов қолдансаңыз болады. Яғни 24-інде жасаймыз. 8 3-ке бөлсек 24, 25, 26. Ибрахим тарсылатпай. 27, 28, 29, 30, 31 және 32-сінде 33, 34, 35. Осылай жасай береміз. 36 деп, яғни 8-ге көбейткенде 37, 38, 39, 40 болады, әмі? 40. Сосын 40, 8, 1, 8, 8, 2, 16, 8, 3, 24, 8, 4, 32, 8, 5, 40, 8, 6, 48, 8, 7, 56. Міне, 56-ға дейін ешқандай өзгеріссіз жасайсыз. Міне, 8-де убавка жасайсыз, 16-да убавка, 24-де убавка, 32-де, 40-да, 48-де 56. Енді убавка дегеніміз не? Қазір көрсетеміз сіздерге. 7 қатар тоқып алайық. Содан кейін 8-ші қатарда убавка жасауды көрсетем. Сол убавканы 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 қатарларда жасап шығасыз. Әзірше 7 қатарды ешқандай прибавка, убавкасыз просто тоқып шығасыз, айналдырып 7 қатар. Мысалы, сіз түсінікті болу үшін осы жерге маркер қыстырып кетсеңіз болады, жаңа бастадыңыз ғой, аяғын бөліп, сол жерге шатыспау үшін. Негізі түсінікті болады ол жерде, бірақ мен примерно осылай маркер қыстырып кетем. Алдағы уақытта жаңағы қатар санын санағанда ыңғайлы болу үшін. Өйткені сізде бірінші қатарды хорошо түсінікті, әрі қарай сіз тоқып көбейткен сайын ол деген түсініксіз болып кетуі мүмкін. Сондықтан осы жерге шамамен, осы жерге екінші қатарға да болады. Так. Менде қатты да маркерім қатты екен. Бостау маркерлер болса жақсы негіз. Міне осы жерге маркер қыстырып кеттік. Осымен санау үшін ары қарай. 7 қатар тоқимыз, 8-шінде қысқарту жасаймыз, оны қалай жасайтынын қазір көрсетейін. Мінекей біз 7 қатарды тоқып болдық, енді 8-ші бізде убавление, қысқарту қатары, оны қалай тоқимыз? Ол үшін міне тоқып келе жаттық қой. Так. 7 қатарды қалай тоққанымызды, егер сіз жаңылып қалатын болсаңыз, жаңылысып, көрсетен қалай санау керек екен. Мен маркерді міне ең астына қойдым, қойдым. Енді санаған кезде бұлай болады, міне. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Так. Астында тұр. Міне жартысынан, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 8-ші қатарға келдік. Мына жерде біз шатысып кетпеу үшін белгілеп отырдық, міне. Белгілеп отырғанбыз. Міне 8-ші қатарға келдік. Енді қараңыздар. Бірінші біз оны қалай қысқартамыз. Біріншісін жай ғана осылай аламыз. Міне алып аламыз. Екіншісін мына екеуін қатар бұлай бірге, міне астынан бірге аламыз. Сол кезде бұл осылай болып шығады. Ары қарай тоқи береміз. Және соңғы 3 ар жағындағы спицадан 3 ілмек қалдырамыз. Және барлық жаңағыдай екеуін бірге жасадық қой. Сөйтіп барлық, мысалы, осындай қысқартуларда, мына 16-шы, 24-шы, 32-ші қысқартулардың барлығында, міне бірінші қысқартқан кезде, бірінші қатарда қысқартқан кезде солай қысқартамыз. Біреуін жайылып аламыз, екеуін бірге ілеміз. Ал соңғы 3 қалғанда көрсетейін деп отырмын, өйткені ол жерде қысқарту басқаша болады. Барлық кезде солай қысқартатын боламыз, барлық кезде. Мына жерін қысқарттық қой. Так, тастатпаймыз, қалқай. Кеттік. Бұл қатарлар тез-тез тоқылады, өйткені аз болғаннан кейін. Және қысқартқан сайын ол азая бергесін мүлде тезірек тоқылады. Міне, осыларды әрі қарай жалғастырамыз. Тұр. Қазір балам. Міне, 3 қалды ғой, қараңыздар. Бұл жер маңызды. 3 қалды. Бұны қалай істейміз? Біріншісін жай былай алып тұрамыз әзірше. Міне, пустой. Одан кейін екіншісін ілеміз. Және мынау пустойды, босты мынадан өткіземіз. Міне. Сосын кішкене тартын қараймыз. Міне, осылай болады ілмек. Және соңғысын жайылып аламыз. Болды. Біз, яғни, мына 8-ші қатарды қысқарту қатарын тоқып бітірдік. Қысқарту қатарын тоқып бітірдік. Түсініксіз болса, осы жерді қайталасаңыз болады, қалай қысқартатымыз. Яғни, басында қысқарту мен соңында қысқартудың айырмашылығы бар. Және бұны сіз бірлет еске сақтап алсаңыз, ары қарай уже барлық қысқарту қатарларында солай болады. Міне 8-ді болдық. Енді 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ті жай тоқимыз, ешқандай қысқартусыз. 16-да қысқартамыз. Дәл жаңағыдай. Басында біреуін бос аламыз, сосын екеуін бірге аламыз, қысқартамыз. Және 3-ті ары қарай бос кетеді. Сосын 3 қалған кезде 3 қалады ғой бұлай. Сол кезде міне қараңыз. 3 пен 2-ні, мысалы 3-ті бос ала тұрасыз. 2-ні іліп аласыз да, 2 іліп алғаннан кейін 3 арқылы өткізесіз. Сосын 1-ді бос аласыз. Жаңа видеода анық көрсетіліп тұр, соны қайталап көріп, ары қарай жалғастырасыз. 56-ға келесіз, 56-ші қатарда соңғы рет жаңағыдай қысқартасыз, басында және соңында. Одан кейін біз резинкасын тоқимыз. 56-дан кейін уже резинка тоқимыз. Сондықтан 56-ға келгеннен кейін кездесеміз. Мінекей біз 56 қатар тоқып болдық. 56 қатар тоқыдық. Міне бір санында көрсетіп жатырмын. Мен видеода міне бір аяғын, бір санын толық тоқып тастадым резинкасына дейін. Сіздерге қас көрсету үшін. Бірінші саны мен екінші саны бұл бірдей тоқылады. Яғни сіз қараңыз, мына жерде жаңа көрсеткендей 8-ші қатарда, 16-ші, 24-ші, 32-ші, 40-ші, 48-ші, 56-ші қатарларда біз жаңа қысқартулар жасаймыз, Содан кейін 56-ші қатар қысқартып болғаннан кейін бірден резинка тоқуға көшеміз. 56-ші қатарды тоқып болғаннан кейін бізде 40 петля, 40 ілмек қалу керек. 20-сы арт жағында және 20-сы бер жағында деген сияқты да. Содан кейін оны біз 2-де 2
Екіде екі резинка тоқимыз, яғни екеуі оң, екеуі теріс деген сияқты. Сөйтіп жалғастырамыз. Мысалы, мен мына жерде мынау санында көрсетіп қойдым міне. Соңғы 56-шы қатарда нені жасадық. Қысқартуларды одан кейін міне 20 қатар бойы 20 қатарды қалай санаймын? Міне осы жерден бастап санап шығасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп осылай санап шығасыз. 20-шы қатар болғаннан кейін жауып тастаймыз. Жабуды қазір видеода көрсетем. Тағы айтатыным, бұл жерде біз қайдан білеміз? Бізде жаңағыдай шатаспай қысқартуды деген сияқты. Міне қараңыз, сәл мына жерде көрініп тұрады кішкене, міне убавка болған. Бұл жуғаннан кейін тегістеледі. Сонда да сізге анық болады. Мына қараңыз. Мына жерден бастап біз тоқыдық қой. Тоқыдық 8 қатар міне. 8, 16, 24, 32, 40, 46, 48, 56. Міне осылай. Және осыдан бастап біз қазір 56-шы қатарға келгеннен кейін жіңішке бізбен, жаңа біз резинканы тоқыдық қой, сол бізбен резинка тоқимыз. Жаңа басындағы мына жерін тоқыған бізіміз бар ғой, сонымен резинка тоқып бастаймыз. Резинканы қалай тоқимыз? Ол үшін міне осы жіңішке бізді аламыздағы екі оң, екі теріс кезектесіп тоқи береміз. Екі оң, екі теріс болу қажет бізде. Міне біреу, екі оң, екі теріс. Ешқандай қысқарту жасамаймын, өйткені біз онсыз да біз 16 қысқарту жасадық, иә? Және 16 ілмекті. Және бізде қазір 40 болып тұр, 40. Және біз кішкентай жіңішкерек бізге өткеннен кейін бізде онсыз да Әбілхайыр ақырын, онсыз да қысқарту болады. Сондықтан мен дәл осы жерінде қысқарту жасамаймын, өйткені носкимен жаңағыдай киген кезде балаға жаңағы қыспауға жете. Сондықтан қысқарту жасамай тұрғаны жақсы. Осылай міне екі оң, екі теріс жасай береміз. Мына жерде қалай болды міне? Екі оң, екі теріс. Мұнда бір теріс жетпей тұр. Мұнда екі оң и бір теріс. Бұған тағы бір теріс алу үшін мынадан біреу аламыз. Бұл жерде де міндетті түрде 20-да 20 болу қажет деген нәрсе жоқ, өйткені бәрібір біз бір резинка жасап атқандықтан. Міне так болды. Енді оңнан бастайым. Оң теріс тоқып шығамын. Так, екі оң, екі теріс, солай резинка болады бізде. Біз жіңішке бізге өткеннен кейін ол онсыз да тарлау болып тұрады. Мысалы, мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына қарадыңыз ба? Өзі итак тар болып тұр. Және бұл былай созылады. Резинка бізде 20 қатар болады, 20 қатар. Ол, мысалы, біз осылай қайырып қойсақ та әдемі болып тұрады. Сосын баланың бойы өсетін болса, осылай да кисе болады деген сияқты. Сондықтан резинка міне осылай тұрады. Так. Әбілхайыр ақын тырсылдады. Жалғастырамыз. Екі теріс болды міне. Енді екі оң, екі теріс. Екі оң, екі теріс. Екі оң, және екі теріс. Соңғысы екі теріс болады. Сонда бізде қараңыздар. Жаңа біз екі оңмен бастадық қой. Екі оңмен бастап, екі теріспен аяқтадық. Сонда міне полноценный осындай круглый резинка болып шығады. Міне бірдей болып шығады. Енді дәл осыны 20 қатар бойы тоқып шығамыз. 20 қатар бойы резинканы тоқып шығамыз да, сосын жабатын кезінде кездесеміз. Жапқанда мен өте қарапайым, кәдімгі бізбен жаба берем. Инемен де жабуға болады, бірақ мен ойлаймын, ол баланың именно жаңа аяқ жағына қажет болғандықтан, ол саны аяғы оңай кіріп шығу үшін, сол бізбен қарапайым үлгісін соны жапқан дұрыс деп. Өйткені инемен жапқан кезде сәл тартыңқырап тұрады ол деген. Сондықтан маған осы әдіс ыңғайлы. Осы жалғастыра береміз.
12 қатар 20 қатар тоқып сосын кездесеміз. 20 қатардың соңында 21 қатарда біз уже жабамыз. Неге 20 қатар тоқып біттік. Біз неге 20 қатар тоқыдық? Егер сіз қаласаңыз, негізінде мынай отворотсыз тоқсаңыз болады. Онда шамамен бір 12 қатар алсаңыз болады. Мен әдейі осылай отворот болсын деп, мысалы ұзағырақ кию үшін сол мақсатта осындай ұзын қылып тоқыдым мынау резинкасын. Сәл қысқа тоқып осылай қалдырсаңыз да болады. Бірақ осылай отворотпен әдемірек сияқты және ұзақ уақыт бойы киіледі. Шыға қойыңдар балалар. Так, енді бұл бізде 20 қатар тоқылды. Енді бұны біз жабамыз. Жабу үшін қараңыздар. Так. Жабу үшін қарды бұлай аламыз. Міне. Так. Енді біртіндеп жабамыз. Ол үшін міне бізде бірінші оң қой, оңды іліп аламыз, оң қылып. Сосын екіншісін оң қылып іліп аламыз. Және бірінен бірін өткіземіз. Не? Біріншіден екіншісін өткізіп отырамыз. Всегда солай. Терісті мен теріс алам, резинканы жапқан кезде. Және алдынан бұлай өткізем. Міне, алдынан. Міне, мынау кері ілмектің алдынан өткізем. Так. Сосын екіншісін кері аламда. Тағы да алдынан өткізем. Мен оң ілмектерді тоққан кезде, міне оң ілмекті тоқыдық, артынан аламыз, артынан іліп аламыз. Оң ілмекті тоқыдық, артынан іліп аламыз. Негізі барлығын бер жағынан да өткізсеңіз болады. Бірақ мен осылай үйренгем және осылай резинкасы жақсы тұрады. Сондықтан осылай ілген ұнайды маған. Негізі принципиальный емес, қатты бір разницасы да жоқ. Бірақ осылай оң тоққан кезде оң жағын артынан, керіні алдынан алып үйренген кезде солай ыңғайлы болды маған. Резинкасы формасын жақсырақ ұстайды екен сонда. Міне осылай алып бітіреміз. Жаңағы айтқандай, біз басында 56 болды ғой мына жерде. Сол 56-дан бізде соңында 20 қалды, 40 қалды, яғни 16-ны біз қысқартып тастадық, 8 рет қысқарттық та, сонда 16-ны қысқарттық 2-2-ден, получается, сонда бізде 40 қалды. 40-та біз солаймен алып резинка 2-2 резинка жасадық. Негізінде, егер қаласаңыз 1-1 резинка істеуге де болады, өйткені қалай өзіңізге ұнайды, солай жасай беруге болады. Бірақ 1-1 резинка дегенді жасау үшін сізге әуелден мына жерде де сол 1-1 жасаған дұрыс болады, кішкене андай синхронно әдемі көріну үшін. Енді ары қарай түсінікті деп ойлаймын, мына резинканы жауып алайық бірге. Одан кейін мына біздің ластовицамыз қалады, тек қана соны жабамыз, сосын шнурын тоқимыз, болды, сонымен біздің шалбарымыз дайын болады. Өте жұмсақ болып, ұзақ уақыт киеді, сәл осындай отворотпен жасап қойсаңыз, ертінде отворот деген жаңа мынандай да, осылай тоқып қойсаңыз, ұзақ уақытқа киеді, және мынандай белі өте ұзын мында, мына жері ұзын, ішін жауып тұрады, ішіне жел өтпейді, іші ашылып қалмайды, сондай ыңғайлы. Сондықтан осыны тоқып берулеріңізге болады балаға. Бұл жерде көп нәрселер айтылды, мына жерде мысалы шнур кіргізу үшін қалай тоқимыз, мынау артындағы жаңағы памперске арналған орын, мына жердегі соны қалай тоқимыз, ластовицаны қалай тоқимыз деген сияқты өте жақсы ақпараттар беріліп жатыр. Сондықтан егер осыны үйреніп алсаңыз, ары қарай да оңай тоқи бересіздер. Міне резинканың жартысын жаптым, осылай болады, осылай тұрады. Міне енді ары қарай жартысын камерасы жабайық, одан кейін кездесеміз. Резинкасын жауып болғаннан кейін де осындай қалдыра саласыз, шнур, жібін. Сосын мына жердегі мынандай болмай бүйтіп қазір инемен жабамыз ғой. Соны көрсетем, қалай ровно қылып жабылатынды қазір көрсетемін. Так, мінекей біз бірінші жағын уже жауып қойдым, міне. Білінбейді ештеңе. Енді екінші жағын жабу үшін осылай үлкен көзді инеге жібімізді өткізіп алдық, міне.
Содан кейін қараңыздар, бірдей болу үшін, мына жердегі мынандай бөлік көрінбеу үшін біз мына жердегі мына осы галочкадан өткіземіз. Галочкадан былай өткіземіз да тартамыз. Так. Кішкене тартаймыз, міне. Сонда осы тесігі былай жабылып қалады. Одан кейін бірнеше рет ақырындап өткіземіз. Кері қарай өткізіп, яғни жаңағы ортасын бізге жабу қажет. Иә, міне болды, жабылды, енді көрінбейді. Енді бұл қалған жіпті біз жасырып жіберу керекпіз. Мысалы, мен отворотпен істейтін болғандықтан, міне осылай. Отворотпен жасайтын болғандықтан. Так. Мына жерде жіп бар, мен жіпті қосқан едім. Мұны да жасырып жібереміз, қазір оған қарамаймыз. Так, бұны енді көрінбейтін жағына қарай жауып жібереміз. Осылай жауып жібереміз. Міне. Осы жіпті осылай көрсетпей жасырамыз да, сосын қиып тастаймыз. Енді қазір ластовицаны көрсетемін. Так, ластовица. Жаңағы бізде мынандай жіптер тұрды, қызыл жіптер. Оны біз қиып алып тастадық. Ақырындап 6 ілмек астында және 6 ілмек үстінде оны өткізіп алдық. Осындай 2 бізге өткізіп аламыз. Біз әртүрлі болуы мүмкін, осындай круговойға немесе жеке дара біздерге де өткізіп алсаңыз болады. Және бұл жіпті, мына жағында тұрған, ол бізде оң жағында қалу керек. Бұл жіп оң жағында қалу керек. Жаңағы инемізге өткізіп аламыз. Так, инені босатып, соған өткізіп аламыз. Так. Өткізіп аламыз да, сосын тігетін боламыз қазір. Так. Негізі сізде пластмассовый не болса, оны да пайдаланған жақсы. Бұл жерде менің көзі үлкенірек, одан да үлкен болған жақсы еді. Трикотажный жіптерге, жалпы осындай жіптерге бұл бізде. Так, міне өтті. Так, осылай өткізіп аламыз. Енді әрі қарай тоқимыз. Тігетін боламыз, то есть, ол үшін міне 6 ілмекті алғаннан кейін, біріншісін біз міне так, жоғарыдан, төменнен жоғары іліп аламыз. Міне, осылай төменнен астынан үстіне қарай міне бүйтіп. Астынан үстіне қарай іліп аламыз да. Так. Астынан үстіне қарай іліп алып жібереміз. Енді келесі жоғарыдан төмен қарай, үстінен астына қарай, яғни, сөйтіп, бұл бізде қалады. Оны босатып жібермейміз. Енді үстіңгі бізге барамыз да. Так, үстіңгі бізге барамыз. Ол жерде жоғарыдан төмен оны жібереміз біріншісін. Және екіншісін төменнен жоғары ілеміз, бірақ жібермейміз. Бізде қалады. Так, келесі. Жаңағы жартылай ілгенімізді астынан төменнен жоғары қарай жібереміз. Және келесі тағы астындағына жоғарыдан төмен, бірақ жібермейміз, жай іліп қоямыз. Сосын жаңағы жартылай ілгенімізді үстіндегісін жоғарыдан төмен іліп алып жібереміз. Және келесісін төменнен жоғары, бірақ жібермей жартылай іліп қоямыз. Бұл бірінші тоқыған адамға сәл түсініксіз болуы мүмкін. Мен де осыны әзер үйренгем. Бірнеше рет
қайталағаннан кейін ғана есіңізде қалады негізі бұл. Так, келесі астынан үстіне, яғни төменнен жоғары жібереміз іліп алғаннан кейін, және астындағыныкін жоғарыдан төмен жай іліп қоямыз, жібермейміз. Яғни біріншісінде толық, екіншісінде жартылай ғой. Мына жоғарыдан төмен іліп алып жібереміз да, үстіндегісін істеп жатырмыз, е? Ал екіншісін астынан жоғары қарай іліп аламыз, жібермейміз. Енді мынаған келдік. Астындағысын астынан үстіне қарай жоғарғыны жібереміз. Бұл жартылай ілініп тұрған ілмектер ғой өйткені. Ендігі келесін үстінен астына жартылай іліп қоямыз, жібермейміз. Келесі үстінен жоғары, үстінен астына, яғни іліп алып жібереміз да, полный жібереміз. Келесі астынан үстіне жартылай іліп аламыз. Сәл қалды. Келесі астынан үстіне толық жібереміз де. Так, мына жер келмеу керек, бүйтіп кір кетпесін. Толық жібереміз де, мында үстінен астына жай жартылай ілеміз. Мынау жерде үстіне келдік. Үстінен жоғары, үстінен төмен қарай толық жібердік. Және астынан үстіне жартылай жібердік. Астынан үстінен жартылай жібердік. Мынау ілініп қалды, оны алып тастап отырамыз. Так, енді ең соңғысы астынан үстіне толық жібердік. Іліп алдық оны. Міне осылай жабылады ғой. Енді қараңыз, үсті бітіп қалды, е? Асты да бітіп қалды. Енді бұның жаңа жартылай алып қойғанымыз ғой. Енді бұны үстінен жоғарыдан төменге қарай полностью жібереміз. Болды. Қараңыздар. Үстіп жабылып қалады. Енді бұл жуған кезде тағы да тіктеледі. Мына. Осындай болды, е? Мына қараңыздар. Теп-тегіс болды, әп-әдем болды. Енді мынау жердегі екі петля, мына жердегі екі петляны, бұл жібіміз бар ғой. Міне, мен бұлай істеймін. Так, астына кіргізіп жіберемін тесіктен. Сосын бұны жаңағыдай бүйтіп жайлап қосып шығамыз. Артынан ештеңе етпейді. Бұндай діркаларды жайлап бүйтіп тіккен сияқты. Осылай примерно рандомно тігіп салуға болады. Мұнда бір артық ешқандай қиындығы жоқ. Өзіңіз қарайсыз ғой, примерно осылай жауып тұрса болды. Міне. Болды, мен екі стежок жасадым, уже жабылып қалды. Мынау енді ол жаңағы біріне өткені, бұл жуған кезде тіктеліп кетеді. Ал жаңағы басындағыны, оны мысалы қараңыз, мына жіпті жайлап апарып, мысалы былай, негізі жаңа іліп бастамай тұрып та іліп алған дұрыс еді бұны. Мен сіздерге көрсетем деп тезірек істеп кеттім. Мұны осылай апарып міне келдік уже. Енді бұны аламыз да жаңағыдай бірнеше ілмек аламыз. Осылай примерно әйтеуір тесік жабылатындай қып ілмектермен тартып шығамыз жайлап қана. Болды. Ар жағынан қараймыз. Ешқандай тесігі жоқ. Бұлар жуылғанда тіктеледі. Міне, біз ластовицамызды бүйтіп жауып алдық енді. Жаңағыдай мынау қалған жібімізді примерно былай араластырып жасырып шығамыз. Мешать етпейтіндей, көрінбейтіндей етіп іліп алып, осылай бірнеше ілмектер алып, жаңа онсыз да айналып шықтық қой, сондықтан негізі қазірде қиып жасыра берсеңіз болады. Міне болды.
сосын қиып тастайсыз. Так, қиып тастадық. Міне. Қиып тастадық. Мына маркерлерді алып тастаймыз. Міне осындай болып шықты. Осындай шалбар болып шықты. Қазір тағы да толық көрсететін боламыз. Дайын болғаннан кейін. Мына камераға сыймай тұр. Мына осылай. Мынау жаңағы әдейі осылай көрсетіп тұрмын. Бұл егер де сіз отворот жасамасаңыз, мынау басында осылай кигізіп, сосын бала өскеннен кейін осылай босатып қойсаңыз болады. Толық дайын болғаннан кейін тағы да көрсетемін. Енді біз қазір шнур тоқуға кірісеміз. Мен қарапайым шнур жасаймын, өйткені балаға ыңғайлы болу керек, батпау керек денесіне, арқасына. Қалың шнур емес, қарапайым жіңішке шнур тоқитын боламыз. Мінекей, барлық артық жіптердің барлығын алып тастап, шалбарымыз дайын болып қалды. Міне, енді біз шнурды тоқимыз. Шнурды тоқу үшін қарапайым шнурды тоқу әдісі. Так, 160 бос ілмек іліп аламыз. Кәдімгідей бос ілмек. Мен мысалы 160 ілдім. Ұзындығын соңында сантиметрмен тағы да айтатын боламын. Мысалы былай кәдімгідей бос ілмек ретінде осылай ілеміз. Міне кәдімгідей бос ілмек ретінде. Осы шалбарға сол ұзындық жақсы келеді деп примерно өлшеп алдым. Қазір түсініксіз болады, бәрібір де көрсетпей қойын. Міне шалбарымыз осылай тұра берсін пока что. Так, енді қараңыз. Осылай қойып қойайын да, фокус алып кетпесін. Так, енді бұны біз қалай істейміз ары қарай. Полу шнур дейді ғой, кішкене. Мынау енді мүлде жіңішке ғой. Осылай қалдырып қойсақ мүлде жіңішке. Сондықтан сәл қалыңдау болу үшін біз бұны басқаша қазір тоқимын боламыз. Енді так, бізде осылай ұстап тұрамыз, оң жағын өзімізге қаратып, ар жағы, міне теріс жағы осындай ерек болады. Оны қаратпаймыз, оң жағын қаратамыз да. Міне осы өрілген жағын, иә. Біреуін қалдырып кетіп, екіншісіне осылай кіргізіп, бер жағына, міне осы ребро дейді ғой, қабырғасы, осыған тоқып шығамыз, міне жіңішкесіне. Сөйтіп саламыз да, так, ақырын алып шығамыз. Қатты тартпаңыз, өйткені жиырылып қалады, иә. Сөйтіп жалғастыра береміз. Міне кіргіздік. Бұрын мысалы осылай тоқитын едік қой, іліп алып, олай емес, тек осылай полустолбик деп атайды ғой, сондай полустолбиктармен тоқып шығамыз. Мінекей, келесі ешқайсын қалдырмаймыз, барлығына өткізіп шығамыз қатар-қатар кезек-кезегімен. Осылай. Міне сонда бізде осындай шнур пайда болды. Осындай шнур пайда болады. Қалыңырақ болады. Мынау өте жіңішке болса, мынау сәл қалыңдату мақсатында. Бірақ қатты қалың емес, баланың денесіне батпайды. Осылай аяғына дейін тоқып шығасыз. Содан кейін ары қарай мына жерге өткізетін боламыз. Мінекей шнурды тоқып жатырмыз, осында болып шығады. Міне өте әдемі, бір тегіс шнур болып жатыр. Так, мынаны қалғанын сіздермен бірге тоқиық. Міне үстіңгі жағынан алып отырамыз, иә. Осылай алып, міне осылай жасай береміз. Егер жаңағыдай бір қабат қана қалдыратын болсақ, ол бізде жіңішке болып қалатын еді. Ал полу шнур деген болады, андай бізбен тоқитын. Олай да тоқуға болады негізінде. Бірақ осы крючокпен тоқылғаны маған жеңілірек сияқты және балаға ыңғайлы батпайтын болатын сияқты. Сондықтан осылай тоқимыз. Міне сіздермен бірге тоқып қалдық аяғына дейін.
Соңына дейін тоқимыз. Так, енді бізге бұл жіптерді жасыру қажет негізінде. Мынадан өткізіп алдық. Енді мына екеуін байлаймыз. Өткіземіз. Өткізгеннен кейін мына екеуін байлаймыз. Қиып аламыз қазір қайшымен. Так, қайшымен қиып аламыз. Қиып аламыз да. Так, осылай тұрады ғой, мына қараңыз. Соны енді шығып кетпеу үшін қаттырақ байлап қоямыз, түйіп. Так, біреу, екеу. Екі рет түйсеңіз, түйесіз. Так, екі рет түйеміз. Содан кейін, екі рет түйгеннен кейін, бұны, так, кішкене былай қарай тартып, қиып тастаймыз. Түбінен қиясыз, көрінбейтіндей болу керек. Бір. Осылай қия қоясыз. Болды міне. Осылай шнур дайын болып шығады. Так, қазір сантиметр лента алып келейін, сонымен өлшейік. Так, өлшейтін болсақ. Сексен жеті, 86-87. Бізде сонда 160 әлметтен 87 сантиметрлік осындай шнур шықты. Крючокпен өте әдем болады екен, бір текті әдемі. Мына осылай видеоны көрсететін болсам, осындай болады. Енді бұны қалай өткіземіз? Шалбарға өткізетін боламыз. Ол үшін қараңыздар. Шалбарды аламыз, алдына қаратып. Мына бізде алды, қысқа жағы алды, мына ұзын жағы артты. Енді бұны бұлай примерно қараңыз. Мына жердегі ластовицасы бар, содан тура өткізетін болсақ, мына ортасы болады екен. Мына жер ортасы. Яғни бізге мына екі шетінен кіретін болу керек қой. Бұлай кіріп, мына жағынан шығу керек. Енді бұны мен маркермен өткіземін. Түйреуіш болса, түйреуішпен өткізсеңіз болады. Менде қазір қолымда түйреуіш жоқ. Осы маркермен ақ өткізе беремін. Маркерді саламыз да, іліп мына үстіп, мына ортасы болды ғой, мына қараңыз, ластовицасынан тура өлшеген кезде мына центр. Яғни біз екі жағынан, мына лицевая сторона болса, екі мына жағынан кіргізіп, мына жағынан шығаруға жетпіз. Шамамен енді бір ортасынан где-то кіргізіп алайық. Қазір тағы да шатысып кетпеу үшін өлшеп алайық. Мына жерден кіру керек. Примерно осы жерден, так, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Мына 5, міне, астан санағанда қараңыз. Так, астан санағанда 1, 2, 3, 4, 5. Сол 5-шісінің үстіне қойсақ болады екен. Сонда бір келгі болып шығады бізде. Так, жайлап кіргізіп аламыз. Кірді. Енді кіргеннен кейін осылай өткізіп ала бересіз, ақырындап. Зацепился. Мін. Ура, деп шығардық. Болды. Міне қараңыз сонда. Осылай. Так. Опа. Міне. Осылай өткізіп алдық. Енді мұнан алып тастаймыз да. Міне, күшті. Ішінде ештеңе жоқ. Тук. Енді бұны бұлай басын түйіп қоямыз. Шешіліп кетпеу үшін. Түйіп қоямыз.
екінші жағында солай. Осылай. Болды. Мінекей, онда шалбарымыз дайын. Мінекей шалбарымыз дайын болды. Міне, өте аккуратный. Енді бұны қазір жууға жібереміз. Жуып болғаннан кейін барлығы тіктеледі.